Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, тыңдармандар. Міне біз дейтін Атырау газетінде шықтық. Бұл Атырау облысының газеті. Мен туралы мақала шыққан, соны қазір оператор оқып берсін. Сіздер тыңдаңыздар. Атырау қаласында туғаннан зағип болса да, ел қатарлы жұмыс істеп, дені сау адамдарға үлгі болып жүрген ерекше жан тұрады. Ол өзге адамдар секілді күннің жүзін көзімен көрмесе де, тіршіліктің түйсігімен түсінетін білетін Айбек Идаятов. Қаладағы нөмірі 1-ші халыққа қызмет көрсету орталығында кеңесші болып жұмыс істейтін, ол өзгеге білген үйретуден әсте жалыққан емес. Сондықтан оны қызмет алушылар да жақсы таниды. Қашан көрсеңіз де жөн сұрағанға білген айтып, кеңес беруге даяр тұратын, оған әріптестері мен тұрғындардың ықыласы ерекше. Ұмтылған ұтады. Айбек Шәмшұлы туа бітті зағиптығына қарамастан өз саласы бойынша тұрғындардың арыз-шағымын қабылдап, құжаттардың заңдылығын зерттеп, мемлекеттік қызметкер бойынша кеңес береді. Алматыдағы зағип және нашар көретін балаларға арналған арнайы мектеп-интернатының тәмамдаған. Ол Атырау қаласындағы Каспий өңірінің қазіргі заманғы жоғары колледжінде заңгер мамандығын бойынша оқыған. Жастайынан қоғамдық жұмыстарға белсенді араласып, өзгенің құқығын қорғауға талпынғандықтан еңбек жолын Қазақ соқырар қоғамының облыстық филиалында заңгер болып бастайды. Қазір халыққа қызмет көрсету орталығында абыройлы жұмыс істеп жүріп, түрлі шаруасымен келгендерге көмектесіп, үнемі жаңашылдыққа ұмтылудан жалыққан емес. Тіпті осы мақсатта жақсылық жолы деп аталатын қоғамдық қор құрып, сол арқылы мүгедектігі бар жандардың жағдайын жақсартуда қолға алыпты. Қор жұмысының алға басуы үшін аянбай еңбектеніп келген жатқан Айбек спорттан да құралқан емес. Республикалық және облыстық чемпионаттарда ауыр салмақ дәрежесі бойынша пара-пауэрлифтингтен жеңімпаз жүлдегер атанып, бірнеше рет облыс мерейін үстем етті. Қолын босай қалса, суда жүзуді, зілтемір көтеріп, үстел теннисін ойнаған ұнатады. Рас, оның өмірі екі қолға бір күрек талмай, уақытын текке өткізіп жүрген атпалдай азаматтарға үлгі етуге тұрарлық. Кейде өзіміз басымыздағы бағымызды бағалай алмай жататын шақта еңбекқор азаматтың өнегелі ісіне сүйсініп тамсанатымызды жасырмаймыз. Айбек Шәмшұлы 2019 жылы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы Атырау облысы бойынша филиалының сол кездегі директоры Мұса Хайруллаев мүмкіндігі бар ерекше адамдарды жұмысқа қабылдап жатқанын айтып, бірге жұмыс істеуге шақырыпты. Бұл ұсынысты қабыл алған ол халыққа титтей де болса пайдасын тиіп жүргеніне қуанады. Бүгінде өзі құрған қор арқылы облыс көлемінде мүгедектігі бар азаматтарға арналған қолжетімді орта мемлекеттік жобасын қалыптастыру бағытында белсенді жұмыстанып жүр. Жасыратыны жоқ, мемлекеттік мекемелер тарапынан бұл жұмысқа немқұрайлық атындатыны бар екен. Сондықтан Айбек барлық іске өзі бастамашы болып, қолға алған шаруаны соңына дейін тындыруға жанын салып жүр. Шындығында бұған да бізден басқа ешкім бас ауыртқысы келмейді. Бірнеше мекеменің заңсыздықтары әшкереленіп, сот арқылы пайдамызға шешіліп жатқан істер көп. Биылдан бастап жүзеге асқан автобустағы автопаратқыштың қондырылуына 2-3 жыл жүріп қол жеткіздік. Оны да сотқа жүгініп, прокуратура араласымен жылдың басында толыққанды жолға қойылды. Әрине, жалғыз өзіме бұл жұмыстар оңайға соққан жоқ. Мемлекет тарапынан әлі де болса қолдау көрсетілсе, жұмыс жанданады деп ойлаймын. Автобуспен ғана шектелмей, қаладағы дыбысты бағдаршамдардың да толыққанды іске қосуына жұмыстанып жатырмыз. Бағдаршамның қай бағыты бұрылысқа жанып тұрған дыбыстайтын құрылғы кежек. Әдетте көзі көрмейтін тұрғындарға қоғамдық көлікке арналған қосымшаны кез келген жерде отырып бақылауға мүмкіндік болғанмен, бұл үшін біз қиындық туғызып тұр. Қолжетімді ортаның іске асуына жұмыстанып жүргендіктен бұл шаруаның қиын екенін де білемін. Екінің бірі соңына дейін жеткізе алмайды. Өзімізге керек нәрсе болғандықтан осы шаруаның басы-қасында жүрміз, деді Айбек Шәмшұлы. Қолдау тапқан ұсыныс. Түрлі кедергілер кездескенмен, зағип екенмін деп сағысынып жүрген Айбек жоқ. Жұмысты қолынан келгенше үйлестіріп, облыстық адвокаттар алқасының мүшелерімен бірлесе жұмыс істеп жүрген. Ол құқықтық тұрғыда кеңес алатынын айтады. Өтініш ақпараттық жүйесі арқылы хат жолдау керек болса, жанасыр таныстарының да көмегімен жүгінеді.
Мемлекет тарапынан көзі көрмейтін адамдар бұдан да сапалы жағдай жүйелі жұмыс жасаса, өзгенің де жәрдеміне мұқтаждығы да азаяр еді. Барды бар деп айту керек қой. Елімізде іске асырып жатқан жұмыстарды түбегейлі жоққа шығармау керек. Арнайы компьютер, телефон беріліп жатыр. Такси қызметі де жұмыс істейді. Таңертең жұмысқа апарып алып кетеді. Спорт залға, әуежайға апарады. Біздің ұсыныс бойынша облыстық мүгедектер спорт клубының директоры Аманбай Қыздарбаев теннис үстелін алып берді. Адам баласы болған соң жақсылыққа тез бейімделіп болғанның үстіне бола түскен қалаймыз ғой. Мемлекеттің бағдарламасы жүзеге асса біраз не жеңіл болар еді. Кейде ешкімнің көмегінсіз автобусқа мініп, өзінің қалған жеріне емін-еркін жүргің келеді. Алайда көшедегі де жағдай жүріп тұруға мүмкіндік бермейді. Жолдан өтерде көлік қағып кету қаупі бар. Тіпті баратын жердің есігін таба алмай адасып кетуің ғажап емес, дейді ол. Отау көтергеніне 4 жылдан болған Айбек бір қыздың әкесі. Өзі үйдің ортаншысы, алдындағы ағасы жігіт болған інісі бар. Өзінің зіңгітпей адамдармен тең ұстайтын жігіт өмір сүру дағдысының да ешкіммен кем болмағанын қалайды. Өйткені ол құқықтық мемлекеттік барша ортақ заңнамасына сәйкес басқалармен тең дәрежеде өмір сүріп, арман мақсатының орындауына мейлінше атсалысып жүр. Халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы ұтымды ұсыныстарды қолдау тауып жүр. Соның бірі ерекше қажеттіліктері бар жандарға арналған өзіне өзі қызмет көрсету бұрышының ашуы. Айбектің халыққа қызмет көрсету бағытында осындай идеялар мен ортақ мүддедегі істерге ықпал етуін басшылыққа да үнемі қолдап бірлесе жұмыс істеп келеді. Өз ісі мен қабілетіне қарымына сенімді Айбектің сөзінің мақсаты айқын, басты тілегі ерекше жандардың ескерусіз қалмай қамсыз өмір сүруі. Алмас Қабдолов. Осылай міне біздің мен туралы мақала шықты. Енді осыны таныстарыңызға барлықтарыңыз таратыңыздар. Аямай комментарий, лайктар, ойларыңызды жазуды сұраймын.